Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін сіздерге жылқының іш майын шыжғырып, қалай сақтап, қалай пайдалануға болатынын көрсететін боламын. Ол үшін осы видеоны соңына дейін қарап, көріп шығыңыздар. Ең алдымен жылқының іш майын жуып, тазалап, бездерін алып тастап, міне осылай қылып барлығын турап дайындап аламын. Дайын болғаннан кейін табаға салып, астын баяу отта қойып, міне осылай араластырып отырып, барлығын біркелкі етіп шыжғырамын. Міне майымызды шығырып жатырмын. Мендегі іш майдың мынау жартысына өткенде қуырдақ жасаған болатынмын. Енді шыжғырылған майды екінші табағымызға сүзгі арқылы құйып аламын. Міне құйып жатырмын. Күйдірмей, барлығын бір қалыпты етіп, араластырып отырып, міне осылай шыжғырып алдым. Міне, дайын болғаннан кейін бөлме температурасында әбден салқындағанша қоя тұрамын. Міне, енді суығаннан кейін міне осындай ыдыстарға құйып алып, тағы да бір 20 минуттай қойып, енді холодильникке салып алсаңыз болады. Міне, 1 сағаттан кейін холодильниктен алдық. Міне, шыжғырылған іш майымыз дайын. Сіз де осылай жасап көрсеңіз болады. Жалпы жылқының іш майының пайдасы өте көп.